Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді зебра пирогын жасайтын боламыз. Мен бұл пирогты сүтпен де айраннан да жасағам, бірақ қаймақпен жасағанда дәмі өте ерекше дәмді болып шығады екен. Сол себепті мен сіздермен осы рецептпен бөлісуді жөн көрдім. Және де қыздар, мен каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Зебра пирогқа бізге жұмыртқа, құмшекер, сметана, май, ұн, разрыхитель және какао қажет болады. Ең алдымен біз жұмыртқаларымызды жарып, жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Сіздерде миксер болса, миксерді қолдансаңыздар да болады. Содан соң құмшекерімізді қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Бұл рецептте мен 225 грамм құмшекер қолдандым. Сіздер тәттірек болған қаласаңыздар, 250 грамм құмшекер қоссаңыздар да болады. Енді майымызды құямыз. Бұл жерде майды міндетті түрде микроволновкада ертіп барып қосамыз, қыздар. Және де сметанамды қосамыз. Сметана бұл жерде 20% сметана. Енді ұнымызды салып, оның үстіне разрыхительді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Массамыз осындай қоймалжың болып келеді. Енді осыны екіге бөліп, жартысын бір ыдысқа құямыз. Осыған какаомызды ситадан өткізіп қосатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде ситадан өткізіңіздер, өйткені араларында комоктар қалып кетуі мүмкін. Мінекей осындай тестамыз шықты бізде, шоколадный. Енді формамызды алып, тестамызды бірінен соң бірін осылай қасықпен құятын боламыз. Бұл жерде менде формам 24, диаметр 24 сантиметр. Сіздер 26 қолдансаңыздар да болады. Менде пирогым биіктеу болып шықты. Сондықтан да сіздер 26 қолдансаңыздар да өте керемет болып шығады. Осылай кезекпен салып шығатын боламыз, қыздар. Барлық қамырымызды салып болғаннан кейін қамырды формаға біркелкі етіп жаятын боламыз. Ол үшін біз формамызды осылай қозғалтып ұратын болсақ, бізде қамырымыз біркелкі жайылатын болады. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180-200 градус аралықта 40-45 минуттай пісіреміз. Піскен-піспегенін зубочисткамен тексеріп тұрсаңыздар болады. Енді осы зубочистканың көмегімен осылай видеодағыдай сәндесеңіздер де болады. Сол кезде піскен кезде түрі өте керемет, әдемі, ерекше болып шығады. Мінекей біздің пирогымыз пісті. Пирогты міндетті түрде қыздар суытамыз. Суытып болғаннан кейін ғана формадан алып, оны кесіп жейтін боламыз. Мінекей мынау ішкі дүниесі пирогтың. Ас болсын, қыздар, сіздермен бірге болған Самал. Сау болыңыздар.